Жамбыл облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша қоғамда жемқорлыққа қарсы иммунитетті қалыптастыру шеңберінде кешенді іс-шаралар ұйымдастырылуда. Осы жоба аясында жаңару сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпыұлттық қозғалысы облыстық филиалы Талас ауданында бірқатар іс-шаралар өткізді. Соның бірі Нұр Отан партиясының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 2015-2025 жылдарға арналған бағдарламасы тақырыбындағы дөңгелек үстел. Іс-шара барысында бағдарламаның негізгі міндеттері талқыланып, ұлт жоспарындағы жемқорлықпен күреске бағытталған нақты қадамдар түсіндірілді. 2015 жылы 2050 стратегиясын қабылдағанда елбасымыз айтқан, біз тек қана сондай қылмыспен емес, жалпы жағымсыз жағдайлармен, тәртіпсіздікпен, мынау майда тәртіпсіздікпен де күресуіміз керек деген. Жемқорлыққа қарсы қарқынды күрестің жүргізіліп жатқанына қарамастан, ауданда бірқатар жемқорлық фактілері тіркелген. Аудандық білім бөліміне қарасты 5 мектепте заң бұзушылық әрекеттері орын алған. Білім бөліміне қарасты 5 мектептің жаныма батып отыр. Шындығын айтқан кезде сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылығы іліккендігі. Бұл жерде мекеме басшыларының құқықтық сауатының аздығы болып қалды. Сыбайлас жемқорлықпен күресте бүкіл қоғам болып күш біріктіру керек. Жемқорлықтың салдарымен емес, себептерімен күрес жүргізу маңызды. Нұр Отан партиясының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың 2015-2025 жылдарға арналған жаңа бағдарламасының да негізгі міндеті осы. Дөңгелек үстелден бөлек мамандар партияның аудандық филиалында қоғамдық қабылдау өткізіп, аудан тұрғындарына түрлі салада кеңес берді. Әйгерім Жасұзақ, жаңалықтар қызметі.